Бернулли теңдеуіне бір мысал келтірейік. Көлденең қималары әртүрлі құбыр берілген. Ішінде идеал сұйықтың ағысы бар. Сұрақ. Құбырдың қай бөлігінде сұйықтың қысымы максимал болады, және құбырдың қай бөлігінде сұйықтың қысымы минимал болады. Енді біраз шексіздік теңдеуінен көлденең қимамыз көп болған сайын жылдамдығымыз азаяды. Ал көлденең қимамыз кішкентай болған сайын жылдамдығымыз артады. Сондықтан мысалы мына жерде 2 мен 3-ті қарастырайық. Мысалы онда байқайтын болсаңыз V2, жаңа жерде V3 болады. Онда V2, V3-тен не болады бізде? Жоғары болады. Енді мысалы осы екі бөлік үшін Бернулли теңдеуін жазайық. Мысалы Бернулли теңдеуі не дейді бізде? Сұйықтың қысымы P2 болады. Қосу гидродинамикалық қысым ρ V2 квадрат қосылған ρ G H. Бұны теңестірейік. Мына жердегі сұйықтың қысымы P3 болсын. Қосу 1/2 гидродинамикалық қысым квадрат қосылған ρ G H. Мысалы мына жердегі сұйықтың қысымы P2 болсын, ішінде P3 болсын, құбырдың ішінде қысымдар. Енді мына жерде сұйықтың бағаны бір сызықтың үстінде болғаннан кейін ρ G H-тарды қысқартып тастауға болады. Енді мынаған көңіл аударыңыз. V2 V3-тен үлкен. Онда мынау гидродинамикалық қысым мына жерде жоғары болады, мынанікі төмен болады. Бірақ енді мынау екеуі бір-біріне тең болғандықтан мына жерде теңестіру үшін қысым не істеу болу керек? Төмен болу керек. Мынау қысым бізде жоғары болу керек. Осыдан біз түсінетініміз, қысым неғұрлым жоғары болған сайын жылдамдық аз болады. Немесе жылдамдық неғұрлым үлкен болса, қысым соғұрлым аз болады. Онда мына жерде есеп шарты бойынша бізде максимал қысым қай жерде болады? Жылдамдығы ең минимал болған. Жылдамдық ең минимал бізде 3-ші бөлік болады. Қысым минимал болатын кез ол жылдамдығы ең жоғары болатын. Жылдамдық ең жоғары болатын бізде 2-ші бөлік.